Насылдым, табиғат аясындамын. Жалпы болжам. Демалысқа демалыстарыңыз қалай өтеді? Бір қарап жүріп. Бүтіне ауыртпашылық деп жұмыс жасап жатырмын дейді. Жұмысым ауыртпалық болып жатыр дейді. Демалыс, нағыз демалыс болайын деп тұр. Біреу шын көңілін рахаттанып бір мерекеге ішейін деп отыр едім. Жоқ, нені сақтаңыздар, қатты ішіп кетпеңіздер. Мына жақта ер адамдар түсіп жатыр. Ер адамдарға не дейді? Ер адамдар күштімін дейді, мықтымын дейді. Бірақ жүректерін ашпай отыр. Не, қандай шекті не дейді? Алтын күмістерін қазынасын бір жеріне басып отыр екен. Құпия бірдеңелер. Бір олжа тапқан ой деймін. Абаля. Мына жерде бір. Бір реніш отыр. Мүмкін үлкен қазына табам деп аз тиын тауып қалды деймін. Бірақ бүгін жеңбесеңіз, ертең жеңіске жетесіз. Бір рет жеңілу деген ол мәңгі бақи жеңілу деген сөз емес. Мына жақта аруақтарымыз сіздерді қолдап тұр, сондықтан ашуланып отыр ғой, аз тауып қалдым деп. Енді берсе жолдан, бермесе қолдан. Бұл бір жол бермеді деп, екінші жол кім айтады сізге бермейді деп? Береді әрине. Бәрін жаңадан бастаңыздар. Отбасылық әйелдер дейді. Не дейді отбасылық әйелдерге? Жұмысыңды жасай бер дейді. Алға қойған жұмысыңды ешкімге айтпа дейді. Алға қойған мақсаттарыңды сол кезде ұтасың дейді. Армандарыңыз орындалады. Шын мәнінде айтарым, жоспарларыңызды ешкімге айтпаңыздар. Сол кезде жолдарыңыз жүреді. Тез арада армандарыңыз орындалады, өте жақында. Әлі таңдайсыздар, қай жерден, қай районнан не аламын деп та. Құдай соған жеткізсін. Бәрі әділдікпен орындалады. Аруақтар бізбен бірге